Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге түріктердің аты аңызға айналған тағамы измир көфтесін жасаймыз, яғни қазақша атауы измир котлетасы. Тағамымызды жасауға кіріспестен бұрын сіздерге бір өтінішім бар еді. Мен өзіме осы айдың соңына дейін 1000 подписчик жинауға мақсат қойдым. Сіздерден сол мақсатымды, арманымды орындауға көмектесулеріңізді сұраймын. Көмектесу үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетулеріңіз керек. Ең алдымен тағамымыздың котлетасын жасап алайық. Ол үшін ең алдымен бізге жарты килограмм фарш, 1,5 стакан панировочный сухари, 1 үлкен жуа, петрушка, 1 жұмыртқа және мындай специялар керек. Тұз, қарабұрыш, орегано және листовая паприка керек. Бірақ паприканың орнына әншейін қарапайым паприканы қолдансаңыздар болады. Ал енді кірісейік. Пияздарымызды осылай ірі бөлшектерге бөліп, блендерден өткізіп аламыз. Блендерден өткізіп алған пияздарымызды фаршқа қосамыз. Тағамымызға керекті өнімдерді атаған кезде сарымсақты көрсетуді ұмытып кетіппін. Мен бұл котлетаға 1 тіс сарымсақ қолданамын осылай. Кішкентай теркадан өткізіп алып, фаршқа қосасыздар. Енді панировочный сухаримізді қосамыз. Сіздерде панировочный сухари болмаса, еш уайымдамаңыздар, орнына нан қолдануға болады. Ал егер панировочный сухари қолданғыларыңыз кеп бара жатса, онда өздеріңіз кепкен нандарды блендерден үгітіп, осылай жасап алсаңыздар да болады. Енді петрушкаларымызды турап алып, фаршымызға қосамыз. Содан кейін 1 жұмыртқамызды және специяларымызды қосамыз. Енді барлық қосқан заттарымызды жақсылап қолмен илейміз. Фаршымызды жақсылап тұрып нан илегенде илеуіміз қажет. Бұл біздің әрмен қарай котлетамыздың өте дәмді, нәзік болып шығуына ықпал етеді. Ал енді котлеталарымызға пішін беріп, оларды ыдысымызға тіземіз. Мінекей, осындай пішінде болу керек, ұзын сопақша. Мінекей котлеталарымыз осы ыдысымызға тізбектеп шықтық. Енді 180 градус духовкада 10-15 минутта котлеталарымызды шалап пісіріп аламыз. Енді кезек картоптарымызға келді. Картоптарымызды осылай ұзынша етіп турап аламыз. Енді кезекте картоптарымызды қызып тұрған майда жақсылап қызартып қуырып аламыз. Шала қуырып алғанымыз жөн болар, өйткені духовкада бұлар әлі тағы да піседі. Ал енді тағамымыздың үшінші кезеңі соус әзірлеуге кірісеміз. Ол үшін ең алдымен бізге 2 ас қасық томатная паста керек, 3-4 қасық сұйық май, 2 стакан су. Суды көбірек алсаңыз болады, ештеңе етпейді. Және тұз бен орегано қолданамыз. Соусымызды әзірлеуге кірісейік. Сұйық майымызды қазанға құйып аламыз да, томат пастасын салып, иісі мүңкіп шыққанға дейін жақсылап қуырамыз.
Енді орегано мен тұзымызды саламыз да жақсылап араластырып отырып қуырамыз. Енді суымызды құйып, томат пастасы езілгенге дейін жақсылап араластырамыз да қақпағын жауып қайнатамыз. Котлеттерімізді духовкадан алып шықтық. Енді бағана қуырған картоптарымызды үстіне біртіндеп саламыз. Одан кейін бір болгар бұрышымен бір қызанақты турап картоптардың үстіне саламыз. Енді бағана қайнатқан соусымызды үстіне құямыз да қайтадан духовкаға бір 15 минутқа жібереміз. Мінекей измир котлеттеріміз дайын болды. Өте дәмді, өте тойымды тағам. Қасына гарнир ретінде өз қалаларыңыз бойынша жасауларыңызға болады. Бірақ ең жарасатыны бұл тағамға күріш. Күнделікті жасап жүрген котлеттеріңізді енді менің осы рецептім арқылы жасаңыздар. Асымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Достар, менің еңбегімді бағалап, пікір қалдырып, осы видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, және қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.